Сәлеметсіздер ме қыз-келіншектер, менің құрметті онлайн курсыма, онлайн сабағыма қатысушылар. Қалдарыңыз қалай, жағдайларыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай, қорқыныш сезімдерін басу жөніндегі менің кеңестерімді қалай қолданып жатырсыздар. Алда бізде өте үлкен шаруа тұр. Бұл босану, яғни босану процесінің қалай жақсы өтуі, жағымды өтуі, келесіде ешқандай қорқыныш сезімінсіз, стрессіз қалай босануға бару керек, сол туралы осы онлайн сабағымда айтып жүрмін. Және бүгінгі тақырып бұл 4-ші сабақ, және бүгінгі тақырыптар олар баланың босанғаннан кейінгі кезеңі, ана мен баланың, және ана сүтінің маңызы, құнарлылығы, қалай құнарлы сүтті қалыптастырамыз, және ана мен баланың рационы, яғни тамақтану түрлері, оның шектеу қоюы деген сияқты болады бүгін. Бүгін 1-ші тақырып, яғни бұл босанудан кейінгі кезең деп аталады. Босанудан кейінгі кезең дегеніміз бұл әйелдің баланы босанғаннан кейінгі, бала жолдасын босанғаннан кейінгі басталатын кезең деп аталады, және бұл кезең 6-8 аптаға созылады. Яғни бұл 6-8 аптаға дейін созылу барысында әйел организмінде қайта қалпына келу процестері болады. Бұл қайта қалпына келу процестері бұл қарқынды түрде жүруі мүмкін, немесе жай өтуі мүмкін. Кейбір кезеңде депрессияға, неврозға алып келуі мүмкін босанғаннан кейінгі кездегі, және кейбір кезде денсаулыққа кері әсері тиетіндей дәрежеде өтуі мүмкін. Психологиялық тұрғыдан ең бірінші сіздерге тыныштық сақтауларыңызды өтінемін. Себебі баланың бұл өмірге келісімен әрине отбасыға қуаныш келеді, бірге өте түсініксіз сезімдер келеді. Яғни бұл бір жағынан қуанышты сезіммен, екінші жағынан адаптацияның басталу сатысы деп аталады. Яғни бұл жерде бірінші ананы алатын болсақ, осы плацентаны босанғаннан кейін әйел организмінде қайта қалпына келу үшін бірнеше сатылар болады. Яғни олар бастапқысы жатырдың өзінің мөлшері жұмыртқа тәрізді болады. Яғни бұл 9 ай көлемінде өсу арқылы, яғни эволюция арқылы баланың көлемінен сәл үлкенірек көлемге дейін өседі. Яғни ішінде бала жату үшін. Ал одан кейін, бала босанғаннан кейін плацентаның ажырауы болады. Яғни бұл жерде плацента мен жатырдың орналасқан жерінде аналық бөлігі жабысқан болады. Яғни бұл аналық бөлігінің бөліну барысында ешқандай қалдықсыз, таза бөлінуі болу керек. Және оны плацента шыққаннан кейін медбике тексеріп, ешқандай аналық бөліктің қалмағандығын, ішінде қалдықтардың қалмағандығын, және артериялардың толықтай түзу аяқталғандығы туралы өздері бақылау жүргізеді, және содан кейін уже сізді 2 сағат балаңызбен бірге қалдырады. Қатарсыз заттар, әртүрлі трещиналар, разрывтар болатын болса, соның бітеліп, яғни беті жараланып, грануляция дейді, яғни жара қабыршақ түсіп, солай жазылып кетуі керек. Сосын кейбір кезде сыртқа жыныс ернеулерінде әртүрлі разрывтар болуы мүмкін, немесе трещиналар болуы мүмкін, микротрешиналар, яғни өте аз мөлшерде, өте жіңішке, сондай сызаттар түскен болуы мүмкін. Яғни бұның барлығы бала босану жолдарынан өткен кезде болатын процестер деп аталады. Және бұл жерде сосын шат аралықта болуы мүмкін. Немесе кейбір кезеңде кеше босанудың 2-ші сатысын айтқан кезде айтып өттім, бала босану жолдарынан шығып келе жатқан кезде эпизиотомия немесе паранеотомия деген процедура жасалынады. Яғни бұл дегеніміз қайша арқылы қию босану жолдарын үлкейтуге арналған
кыюу әдісі, яғни бұл кезде тігіс түзу және тканьдар бір-біріне қатарласып түзу әрі нақты түсу үшін жасалынады. Яғни тігіс салған кезде түп-тіке кесілген жерге салынатын болса, онда ол жер тез жазылу үшін ыңғайлы болып табылады. Сондықтан осындай жаралардың болғанынан енді алдын алу керек. Яғни ол жерге ешқандай микроб түсіп кетпеу керек, яғни ол жер таза болу керек. Және обработка керек болатын болса, обработка жасауға болады. Немесе тек марганцовканың алқызыл түрдегі ертіндісін дайындап алып, алдын ала сонымен жаңадай жуыну керек. Және хозяйственное мыло дейді, кірсабын, яғни сонымен жуынуға да болады. Енді жағдайларыңызға қарайсыздар, немен жуыну керек екенін. Қосымша жаңағы интимдік гельдерді әзірге пайдалануға рұқсат етілмейді. Осы 6-8 аптадан кейін пайдалануға болады. Және аллергия шақырмайтындай болу керек, бұрыннан өзіңіздің қолданып жүргеніңіз болу керек. Оның pH тұрақты түрде, қалыпты түрге сәйкес келу керек. Сонымен қатар таза жеке гигиенаны сақтау керек. Себебі осы 6-8 апта босанғаннан кейін сіздерде лохия дейді, яғни қанды бөліністердің болуы болады. Яғни бұл выделениелер осы 6-8 аптаның арасында өзгеріске ұшырайды. Яғни бастапқы кезде 3-4 күнге дейін толықтай таза қан түрінде шығады. Яғни бұл сол 3 күнге дейін негізі таза қанның бөлінуі уже өзгеру керек. Консистенциясы, түрі және түсі өзгеру керек. Яғни түсі өзгеру керек. Яғни бұл жерде маңызды орын алады бұл өзгерістер. Себебі осы өзгерістер болып жатқанына қарай сіз өзіңіздің жатырыңыздың және қынаптың ішіндегі әртүрлі жаралардың заттардың жазылу процесі дұрыс болып жатқандығын сенімді түрде айта аласыз. Яғни таза қанның кетуі осы 7 күнге дейін немесе 10 күнге дейін немесе одан да артық кететін болса, значит ол жатыр дұрыс жиырылмай жатыр деген сөз біріншіден. Яғни дұрыс жиырылмағандықтан оның ішіндегі жаралар жазылып болмай жатыр және оның инфекция түсу ошағы ретінде қарастырылады. Яғни бұл өте дұрыс емес жағдай. Сол үшін сіз осы келіп тұрған бөлінділерді, выделениелерді қарау керексіз. Жаңа айтып кеткендей, 3-4 күнге дейін таза қанды бөліністер болуы мүмкін. Одан кейін сол 3-4 күннен кейін 7-10 күнге дейін сәл кілегей араласқан түрде болып өзгеру керек. 14 күннен кейін кілегейі мол болады. Жаңадай выделение как не сияқты шырыш сияқты болуы мүмкін, сәл ақшылдау түске ауысуы мүмкін, және қанның мөлшері уже азайғандығы сонша уже коричневый жаңағыдай сұр сияқты, как будто месячныйдың соңғы күндері сияқты сондай жағынды ретінде болуы мүмкін. Бір күннен кейін сіздің бөлінділеріңіз толықтай тазаруға жақындайды және таза кілегейлі түрде болады және ешқандай ауырсыну ешнәрсе болмайды. Және сізге ешқандай ыңғайсыздық алып 7-8 күндері уже жазылып бастайды, ал 20-21 күндері толықтай жазылады. Осыны еске сақтасаңыздар болады. Содан кейін жаңағы әйел адамның босану үйінде, яғни перзентханада температурасын өлшейді. Ол 2 мезгіл жүргізіледі. Таңертең және кешке. Баланыкінде таңертең және кешке өлшейді. Бұнда градусникті ерекшелігі қолтыққа қоймайды, шынтаққа, яғни шынтақтың бүгіндісіне қояды. Себебі қолтық уже сүт безі көп мөлшерде сүт өндіріп жатқандықтан, ол жерде тамырлардың қызуы жоғары болып тұрады. Сондықтан ол жерден нақты өлшей алмаймыз. Сосын осы шынтаққа қойған кезде нақты денеміздің температурасы шығады. Үлкен дәретке шыға алмау сезімі сондай болады. Бұл біріншіден қорқыныш сезімі деп айтсақ болады. Яғни психологиялық тұрғыдан сіз өзіңіз көмектесу керексіз. Өзіңізді менде неге жаңадай қиындықтар, проблемалар болу керек? Жоқ, менде ешқандай проблема болмайды. Мен тұрақты түрде күнделікті өзім осы кезге дейін қалай үлкен дәретке шығып жүрдім, солай шығамын деген сияқты өзіңізді бір
бір состояние келтіру керексіз, яғни сабырлылықпен қарау керексіз. Себебі бұл біріншіден қорқыныштан пайда болатын зат. Сіз ешқандай да жаңағы разрыв жыртылып кетеді деп ойламау керексіз. Жаңа тіккен тігістер мысалы, немесе жаңағыдай кіші дәретке барған кезде ашып ауру сезімдері болуы мүмкін бастапқы 2-3 күнге дейін. Оның барлығы сіздің тікішекте болып жатқан процестерге ешқандай әсері жоқ. Сондықтан сіз толықтай барғыңыз келген кезде спокойно барып, асықпай отырып, қатты күшенбей, қатты қиналмай, спокойно отырып ішіңізді босату керексіз. Ал егер босатылынбаса, немесе босатуға жаңадай ауырсынулар болып, немесе запор өте қатты болып шыға алмаса, яғни бұл кезде сіз 3 күннен кейін уже дәрі-дәрмектерді қоссаңыз болады. Бірақ опять же, ол жерде сіз дәрігермен кеңесіп, дәрігер сізге айту керек, қандай дәрі ішу керек. Және ол дәріге де сіз үйреніп кетпеу керексіз. Яғни бұл дәрілер көбіне жаңағы организміміз үйреніп кетіп, сол дәрінің арқасында ғана шыға алатындай болып қалмау керек. Яғни ол үшін сіз аз мөлшерде, тек қажет кезде арасында ғана пайдалансаңыз, оның ешқандай зияны болмайды. Содан кейін әртүрлі жаңағыдай жаттығулар жасап, қатты күш түсетін емес, әрине, ол әлі сізге противопоказано, қарсы көрсеткіш. Бірақ шамалы болса да қимылдап, шамалы өз-өзіңізді бір ретке келтіру үшін, өйткені осы босанғаннан кейін де ішек жолдарының барлығы орнына қалпына қайтып келу үшін осындай қимылдар жасаған жақсы көмектеседі. Босанғаннан кейінгі кезеңде баланың денсаулығына келетін болсақ, яғни бұл жерде баланы бірінші денесінің барлығын жылыту мақсатында жылы пеленкалармен орап, денесінің барлығын сұйықтықтардан бөліп сүртіп, мұрнын, аузын тазалап, және демалу жағдайын, денесіндегі жаңағы әртүрлі ақауларды барлығын қадағалап, қарап, неонатологтар барлығы денсаулығын тексереді. Содан кейін анасы мен баласының екеуінің денесіне, анасының денесіне баланы қойып, екеуінің арасындағы қарым-қатынасты жақсарту мақсатында осындай әдіс қолданылады. Яғни бұл әдіс ең бірінші баланың рефлекстерін анықтауға әсерін тигізеді. Яғни ол рефлекстер іздеу рефлексі, яғни анасының емшегін ему мақсатында іздейді. Одан кейін, егер аузына салатын болса, ол ұртымен ұрттау, яғни ұртындағы осы мимикалық бұлшықеттердің, ұрт бұлшықеттерінің қалай жұмыс істейтіндігін бағалауымызға әсерін тигізеді. Одан кейін сору кезінде уже баланың, яғни сору бұлшықеттері дұрыс жұмыс істейтіндігін байқаймыз. Және жұтынған кезде, яғни бала уже ол жұтыну процесі қалай дұрыс өтіп жатыр ма, жұтыну рефлексы туралы сондай ой түйетін боламыз. Одан кейін баланың осы бастапқы кезеңде 2 сағат анасы мен баласын жатқызады және ешкімді жақындатпауға тырысады ол жерге. Себебі бала мен ана екеуінің ортасында мейірімділік қарым-қатынасы, баланың анасының қасында болған кезде қамқорлыққа ие болатындығы туралы, өзін жайлы сезіну, сондай жаңағы эмоциялардың туындауын біз осы бастапқы рычагы деп айтсақ болады. Баланың көзіне тетрациклин майы жағылады. Яғни тетрациклин жақпа майы бұл баладағы босану жолдарынан өткен кезде әртүрлі инфекцияларды көзінің кілегей қабатына жаңағыдай түсетіндігін білеміз. Және осы тетрациклинді жаққан инфекцияның іріңдеудің ары қарай алдын алатындығын. Келесі тақырып бұл ана сүтімен емізуге дайындық, маңызы құнарлы сүтке жету жолы. Ана сүтімен емізуге дайындық бірінші анасының емшек ұшын дайындаудан басталынады. Анасы жүкті кезінен бастап емшектің ұшына, егер ұшы жоқ болатын болса, немесе аз болатын болса, массаж жасау керек. Яғни күнделікті 2 мезгіл, 3 мезгіл емшектің ұшын массировать етіп, ол жерде созылу процестерін
жаңа бастау керек. Себебі егер анасында жаңа сосогы болмайтын болса, ол бірінші бала аузына салған кезден бастап уже оған жайсыз сезім болады біріншіден. Екіншіден, ол толықтай ана сүтімен еме алмайтын болады, яғни барлық техникаларды сақтағанның өзінде егер емшек ұшы болмайтын болса, онда апхат дұрыс болмайды баланың аузымен, және ұрты бос тұрады, және көптеген керек емес ауаларды қосымша сорып отырады сүтпен бірге, және бұл оның ішінің ауырсынуына, газдардың жиналуына әсерін тигізеді. Сондықтан содан кейін еще анасына ол өте зиянды болады. Себебі сразу бала сорғаннан бастап уже созылу болады. Осы сосоктың созылған кезде ол қарқынды түрде созылады, және ол жерде трещиналар пайда болады. Бастапқы кезде бұл трещиналарды жаңағы бипантен, пурилан деген сияқты ранозаживляющий, яғни жараның жазылуына алып келетін жақпа майлар арқылы жасауға болады. Бірақ оның ыңғайсыздығы себебі сіз баланы жарты сағат 40 минут емізесіз. Содан кейін бала ұйықтап қалған кезде сіз енді ол дәрілерді жақпа майды жағу керексіз. Жағып, жуып, жағып қойғаннан кейін бала қайтадан жылауы мүмкін. Ол неше минуттан кейін жылайтынын сіз білмейсіз. Значит, ол 10 минуттан кейін жылай ма, немесе жарты сағаттан кейін жылай ма, немесе ол 5 минуттан кейін жылай ма. Сонда сіз қайтадан ол майды сүртіп, тазалап, жуып, содан кейін емшекті бересіз балаға. Бала қайтадан 30 минут, 40 минут оны емеді. Сондай ол дәрінің әсер етпеуі ол осы сіздің жаққаныңызға байланысты болады. Яғни сіз жағып үлгересіз ба, жақпай сразу келесісіне еміз жібересіз ба, сондай сияқты. Сосын бұл жерде енді көбіне егер сіз дайындалмай осылай емшек емізетін болсаңыз, ол жерде сіз өте қиналып жүресіз. 2 айға дейін, 1 айға дейін емшектің ұшында жаралар жазылып болмайды. Себебі ол тыныштықта тұрмайды, каждый раз еме береді, сосын ары қарай уже антибактериалдық емге көшу керек болады сізге. Ол менің тәжірибемде ол өте анасына жайсыздық алып келетін бір сезімдердің бірі. Жара болады, жараның үстінен сіз өзіңіз қолыңызда кесіп кеткен кезде, например, біреу құттай қолы тиіп кетсе, ай деп айғайлап ол жерде ұстама, тиіспе деген сияқты боласыз. Ал енді өзіңіз ойлап қараңыз, емшегіңіздің ұшында жара болса, еще оны бала еметін болса, қандай жағдайда боласыз. Ол емген сайын созады, тартады, десналарымен қысады, соның барлығы зиянды. Сосын ана сүтімен емізуге дайындықтың келесі кезеңі бұл жаңағы ананың эмоционалдық тұрғыдан дайын болуы. Яғни құрбы құрдас, таныс туыс барлығынан әртүрлі әңгімелерді естіп алып, менде де сондай сүт аз болады шығар, менде ертең смесь қосып жіберетін шығармын балама, балам тоймай жүр деген сияқты ондай ойларды алып тастау керексіз. Ол ойлар сізде ең бірінші баланы емізіп бастағаннан, бірінші, екінші емізгеннен кейін пайда болатын ой. Бұл ойлар гормоналдық баланстың өзгерісіне байланысты келеді. Яғни психоэмоционалдық тұрақсыздық пайда болады босанғаннан кейінгі кезеңде. Осы кезеңде сіз егер сабырлы болып, өз-өзіңізге және қасыңызда көмекші адамыңыз болса, ешкімге ренжімей, ешкіммен ұрыспай, өзіңізді өзіңіз жаңағы бір деңгейде ұстап тұруға тырыссаңыз, ол кезде босанғаннан кейінгі кезең сіз үшін ешқандай қауіп-қатері болмайды. Ал егер осы гормоналдық өзгерістердің арқасында сізде тұрақсыздық, яғни эмоционалдық тұрақсыздық пайда болады. Сіз баланы емізіп отырып, өте жайлы сезініп отырасыз өзіңізді. Біреу келіп бір нәрсе десе, сонымен ұрысып кетуге де барасыз. Әр сөзі жақпайды, сондай болуы мүмкін. Бірақ осы жерден бастап сіз уже өзіңізді жайлап сабырлыққа алып келіп, яғни бұның барлығы гормондардың әсері, мен негізі жаңағыдай тыныш болу керекпін, өз-өзімді ұстау керекпін деген сияқты өз-өзіңізді ұстайтын болсаңыз, онда ары қарай да сіз спокойно болып жүресіз.
главное басында солай тұрақсыздық болған кезде өз-өзіңізді игеріп алып кету керексіз. Сүт өзі алдыңғы сүт және артқы сүт болып екіге бөлінеді, яғни ананың жаңағы емшегіндегі сүті. Яғни сол үшін біз емізген кезде 30 минут, 40 минут, даже 50 минутқа дейін асықпай, баланы толықтай тойғанынша қасында жатып емізуге кеңес береміз. Яғни бұл дегеніміз барлық техникаларды қолданғанның өзінде де, яғни сіздерге емшекпен емізудің техникасы бар, соны үйретеді роддомда. Сол арқылы сіз емізу керексіз. Егер сол техникаларды алгоритм бойынша дұрыстап қолданатын болсаңыз, онда сіздің сүтіңіздің де шығу мөлшері де жақсы болады. Және емізген кезде осындай ешқандай қиындық болмай, бала да сразу еміп, сразу обхват жасап, аузымен солай маңызы. Ана сүтімен емізудің маңызы біріншіден ол балаға 6 айға дейін толықтай барлық тағамды ауыстыра алатын тағам болып саналады. Екіншіден, витаминдер, әртүрлі минералдар оның құрамында өте көп. Құнарлылығы жағынан жоғары дәрежелі, энергия беру жағынан жоғары дәрежелі, осы ана сүті болып табылады. Сонымен қатар иммуноглобулин деген биологиялық активті заттар бар. Иммуноглобулин А дегеніміз бұл именно тұқым қуалайтын аурулардың, сол отбасыдағы, сол гендегі тұқым қуалайтын аурулардың бұл балаға жаңағыдай тікелей әсері, яғни өзінің жаңағы отбасындағы аурулармен, мысалы тек қана тұқым қуалайтын емес, отбасындағы именно өздеріне тән аурумен мына бала ауырмайтындай дәрежеге дейін жеткізеді осы иммуноглобулин. Сонымен қатар иммунитеттің тұрақты болуына келеді, яғни 6 айға дейін ол ерекше бір жаман аурулармен ауырмауына сондай септігін тигізеді. Молозива деген болады, яғни бұл уыз сүті. Уыз сүтінің құрамы өте күрделі элементтерден тұрады. Баланың организміне тұрақтануына, баланың организмінің қатаюына өте күшті әсерін тигізеді. Иммунитеті жоғары болады, бала көп аурулармен ауырмайтындай болады. Яғни осы бастапқы кезде 3 күнге дейін молозиваны сұйық болса да қайта-қайта емізе беруіміз керек. Сізге сезілуі мүмкін, бұл сұйық және бұдан баланың қарны тоймайды деген, бірақ олай емес. Оның құнарлылығы өте жоғары. Сіз соны білу керексіз. Және бұл сұйық сүт, су араласқан сияқты болғанымен де балаға именно осы пайдалы сүт болып табылады. Бастапқы осы 3 күнде. 3 күннен кейін, немесе 2 күннен кейін даже сүт қоюланып бастайды. Яғни сүттің қоюланып бастағаны біріншіден сіздердің балаларыңызға, яғни тамақ ретінде, қарны ашпау үшін өте күшті әсерін береді. Екіншіден, тағы осымен бірге туындайтын проблема бұл емшектегі сүттің қатайып қалуы, яғни лактостаздың болуы. Лактостаз туралы айтатын болсақ, бұнда лактостаз дегеніміз жаңағы емшектен сүт келетін жолдар болады, яғни бұл жолдардың әр жағынан келеді. Яғни оң жағынан, сол жағынан, астынан, үстінен деген сияқты. Сол жолдардың біреуінде сүттің тұрып қалуы, яғни лактоз, это лактоза сүт, ал стаз деген ол застой дегенді білдіреді. Яғни бір жерде застоять, сондай процестің болу басталады. Көбіне әйел қыз бала босанған кезде жаңағы алдыңғы сүті де, артқы сүті де сұйықтау болады, және артқы сүті де өте құнарлы, энергиясы барлығы мол болғанымен сәл сұйықтау болады. Ал ер бала босанған әйелдердің сүті өте қою, құнарлы, сосын алдыңғы сүті сұйықтау болғанымен артқы сүті өте құнарлы және қою болып келеді. Майлы болып келеді, сосын майлы, кәдімгідей даже қолға ұстаған кезде де майлы болып тұрады. Сосын жаңа лактостаздың дамуының барысында көбіне осы ер бала босанған әйелдерде жиі кездеседі. Сосын бұл жерде енді лактостаз бірінші этап болып табылады. Егер лактостазды былайша айтқанда емдемесе, енді дәрі-дәрмекпен емес, былай массаж арқылы жаңағы сүт келетін жолдарды тазарту керек. Яғни ол үшін массажды жасап отырып, айналдырып, сол жерден сығу арқылы осындай
жаңағы сүтті шығарып тастау керек. Яғни бұл застоявшийся бір жерде тұрып қалған сүт балаға ішкізбегенде дұрыс болады. Яғни бұл уже тұрып қалғандықтан оның жаңағыдай ішін ауыртуы мүмкін баланың. Содан кейін осы сүтті шығарып тастағаннан кейін уже әйелдің жағдайы жақсара бастайды, яғни ауырсынуы кетеді, яғни сүт кеткеннен кейін. Және келесі емізген кезде уже жаңағы жолдар таза ашық болғандықтан сүт те тез қиындықсыз бөлінетін болады. Сосын температура да осыдан көтерілуі мүмкін, мысалы лактостаздан. Сосын лактостаздан кейінгі кезең, егер жаңағыдай емдемесе, оны одан сайын асқындырып алса, мысалы массаж жасауды білмесе, немесе не істейтінін білмей, ойбай менде температура, мен все салқын тиген өлейін деп жатырмын деп жатып алып, ешқандай емшегіне қолды тигізбейтін де алып, баланы да емізбей жаңағыдай сөйтіп өз-өзін оқшаулап тастайтын болса, онда ол одан сайын тұрған жаңағы сүт, қазақша айтқанда ашып бастайды. Уже ашиды, одан кейін ол жерде инфекция жиналуға өте жаңағы қолайлы орта болып табылады. Сосын сол жерде инфекциялар жиналып, бактериялар жиналып, жаңағы мастит деген ауруды туғызады. Мастит ауруы бұл жерде, значит, ірің бар деген сөз. Ірің дегеніміз микроб, жаңағыдай бактериялардың жиналған жері. Яғни ірің болған кезде обязательно температура болады. Ол жерде сыздау, ауырсыну, қолды ұстатпайтындай, кәдімгідей емшекке қолыңызды тигізе алмайтындай ауырсыну болады. Ісіну болуы мүмкін, жергілікті қызару болуы мүмкін, жергілікті температура болуы мүмкін. Яғни именно сол қай жерде. Сосын бұл жерде уже массаж істегеннен көмегі аз болуы мүмкін. Яғни уже сүт өте қатып қалып, жолдар ашылмауы мүмкін. Содан кейін бұл жерде енді абсцесс деп айтады, яғни іріңдікті алу үшін уже хирургиялық осындай араласулар қажет болады. Яғни операция арқылы кесіп, сол жерде жаңағы ашып кеткен сүтті, іріңді барлығын жуып тазалап, қайтадан тігіс салып деген сияқты. Оның барлығын мен сізге біріншіден қорқыту үшін айтып отырмын. Себебі қалай уже емізіп бастайсыз, сіз сразу массаж жасап үйрену керексіз. Яғни массаж жасаған кезде сразу алып сығып тастамайсыз, ол уже протоктардың барлығын ауыртып тастайсыз, сосын келесіде вообще істегіңіз келмей қалады. Қолыңызды жайлап майлап аласыз, сөйтсе сізді жайлап отырып жібітесіз. Қазақша айтқанда бірінші сықпайсыз, просто массажировать етіп жібітесіз. Айналасының барлығын жібіту керек болады. Яғни жібіту ол бірінші мындай круговой движение арқылы жасайсыз. Содан кейін жайлап ішке қарай жасайсыз, яғни үрпіге қарай, ортаға қарай. Содан кейін қайтадан круговой движение. Круговой болғанда еще былай бір жерде дөңгелек солай жасайсыз. Содан кейін толықтай круговой жасайсыз. Содан кейін уже жайлап ортаға қарай бүйтіп итересіз. Яғни уже мына жақтан бастап, емшектен сүт шығатын жаққа қарай бастайсыз. Сосын уже сүттің жолы жайлап ашылып бастайды, жайлап жібіп бастайды, уже ұстаған кезде жайлап уже жібейін деп атады. Сол кезде жаңағыдай алдына кружка бір кесе бір нәрсе дайындап отырасыз да, сығып бастайсыз қолыңызбен, жайлап асықпай. Әрине молокососпен де сығып алуға болады. Ол көбіне бірақ молокососты пайдаланғаннан кейін үрпінің тесіктерінің жаңағыдай қатты үлкен болып кеткеннен сүт кейін ағып кәдімгідей тоқтай алмай аға беретін сияқты болады деп. Сондай енді ол миф па немесе шынымен де солай ма, ол жағын енді білмедім. Күнделікті істей берсеңіз әрине ол созылып кетеді. Арасында бір істегенге енді ол жағын білмеймін. Өздеріңіз жағдайларыңызға қарайсыздар. Желательно жаңағыдай массажды кім бар үйіңізде, енеңіз бар ма, күйеуіңіз бар ма, немесе қайынсіңліліңіз, сіңліңіз, кім көмектесуге келді, сіздің қасыңызда құрбыңыз, соған жасатқан дұрыс. Себебі өзіңіздің қолыңыз батпауы мүмкін. Яғни ауырсынып бастағаннан бастап уже жайт болды, осымен жетер деген сияқты тоқтатып тастауыңыз мүмкін. Немесе толықтай жаңағы барлық жерін істей алмай қалуыңыз мүмкін. Басқа біреу істеп отырса, әйтеуір шыдап отырасыз. Еще басқа біреудің қолы қатты болады да, сосын сізге жақсы эффект береді. Сондай. Және құнарлы сүтке жету жолы деп айттық. Құнарлы сүтке жету жолы ол бізде гормоналдық балансқа байланысты. Гипофиз деген біздің бас миымызда
гормон бөлетін бір мүше бар. Яғни бұл без деп айтсақ та болады. Бұл эндокриндік жағынан өте жақсы әсер береді. Яғни ол пролактинді бөледі. Пролактин өздерінің ферменті арқылы осы сүттің жақсы шығуына әсер етеді. Яғни белгілі бір мөлшерде және жиілікте және құнарлы жақсы сүт шығуына алып келеді. Сонымен қатар пролактин бөлінген кезде біздегі жаңағы жыныстық гормондар, әйел адамның жыныстық гормондары, именно жүктілікті болдыратын гормондар, олар азаяды. Яғни сізде жүктілік болу мөлшері азаяды. Осы жерде айта кететін жағдай, сіз күніне күндіз 6 рет, түнгі мезгілде, яғни түнгі 12-ден таңғы 6-ға дейінгі аралық, ол түнгі мезгіл болып саналады. Сол жерде 2 реттен көп емізетін болсаңыз, күндіз 6 реттен көп, түнде 2 реттен көп емізетін болсаңыз, ол контрацепция әдісі болып табылады. Осындай мөлшерде емізген сайын, сіз каждый емізгенде каждый раз гормон, гипофиз гормон бөледі, яғни пролактинді бөледі. Каждый раз ол пролактин барады да жыныс гормондарын тежейді, яғни жұмыс істеткізбей қояды. Каждый раз солай істелінген кезде окситоцин бөлінеді. Окситоцин деген жатырдың қуысын жиырады. Яғни жатыр қуысы жиырылған сайын, сіз жаңа айтқан кішкентай ғана жатырдан үлкен жатыр пайда болады, бала сыйсын деп. Бала шыққаннан кейін ол қайтадан инволюция болып өз орнына келу керек. Ал оған әсер ететін жаңағы окситоцин деген гормон. Окситоцин гормоны әсер еткен сайын сізде жаңағы прокладкаларыңыз қалың болсын деп айттым ғой. Себебі сіз отырып емізгенде немесе жатып емізген кезде окситоцин жатырды жиырады. Жатыр жиырылған кезде ішіндегі жаңағы выделениелер, қан аралас болсын, кілге аралас болсын, ол резко шығады. Яғни бір құйылып кетеді дейді, вот сондай болып құйылып кетуі мүмкін. Сол кезде жаңағы прокладкаларыңыз қалың болса, ол ұстап үлгереді, ұстап қалады. Сондай. Еще мындай прям дауыспен де шығуы мүмкін, вызд кәдімгідей жатырыңыздан сондай бөліністер болып жатады. Сондай естеріңізде болсын, үстеріңізді, киімдеріңізді, төсектеріңізді бәрін білдіріп отпаңыздар, байқамай қалып. Сол каждый емізген сайын сондай болады. Ол негізі бір жағынан енді контрацепция әдісі деп айтсақ та болады. Бірақ толықтай оған сеніп, контрацепцияны 6-8 аптадан кейін контрацепция қолданудан бас тартып жүрмеңіз. Примерно енді овуляция кездерін мысалы жайлап есептеп көріп, сол кездерді хотя бы сол кездерде барьерлік болса да, презерватив болса да қолданып жүрсеңіздер болады. Именно овуляция кездерінде мысалы. Просто сізде месячный келмегендіктен, осы жаңа айтқан гормондар тежегеннен кейін месячный да келмей қалады. Яғни месячный келмегендіктен сіздер білмейсіздер қай кезде овуляция болады, қай кезде жаңағыдай көтеріп қалу мүмкін деген сияқты. Сосын құнарлылыққа жету үшін және жаңағы пролактиннің деңгейі қай кезде көп болады. Яғни бізге пролактин деңгейі көп болуы қажет. Ол үшін баланы жиі емізу керек. Яғни ол жаңағы, например, жылағанын күтем деген сияқты 2 сағат бойы, например, кейде балалар шыдамды болады да, 2 сағатқа дейін, например, 3 сағатқа дейін даже жата беру мүмкін. Желательно жайлап қозғалып, уже ыңырсып бастағаннан бастап, уже бере беріңіз құттай. Жайлап аузын ашып жатыр ма, все, емшек беріп тастаңыз. Күніне сіз жиі саласыз. Это жаңа сүттің келуін қамтамасыз етеді, және жиі емшек берген сайын сізде жаңағы гипофиз гормондарды да жақсы бөліп бастайды. Содан кейін ұзақ емізу керек. Яғни ұзақ дегеніміз бұл 30 минуттан кем болмау керек бір емізген кезде. 30 минуттан жоғары болса бола берсін. Сіз сонымен қатар отырып емізгенге қарағанда жатып емізген біріншіден ыңғайын тауып алу керексіз, ыңғайлы болу керек сізге. Жатып емізген кезде басыңыздағы жаңа гипофиз өзін өте бір рахаттанған сезімге түседі. Және рахаттанғаннан кейін ол гормондарды да жақсы бөледі. Ол гормон жақсы бөлгесін қою, құнарлы, жақсы сүт шығады сол жерден. Және ойыңыз таза болу керек. Яғни жатып алып емізіп, қазір мен сүтім күшті болады, қазір мен осыны емізіп болғаннан кейін барып кухняны жинап тастау керекпін. Қазір емізіп болғаннан кейін ұйықтап қалсам, мен барып ыдысты жуып тастау керекпін, үй жинап тастау керекпін. Ондай ой болмау керек сізде. Сіз тек қана баланы ойлау керексіз.
менің балам өте әдемі, менің балам осындай тәртіпті, менің балам осындай жақсы деп, және баланың бетіне қарап, көзіне тіктеп қарау керексіз. Яғни көзіне тіктеп қарап, оған жылы сөздер айту керексіз. Айналайын, құлыншағым, құлыным, басынан сипау керексіз. Яғни шашынан сипаған кезде, басынан сипаған кезде бала өзін нәзік және кішкентай екендігін сезінеді, қамқорлықта екенін сезінеді. Құшақтаған кезде де қатты емес, жаңағыдай нәзіктікпен, қамқорлықпен, мен сенің анаңмын деген сезіммен солай құшақтауыңыз керексіз. Ол бала барлығын сезеді, және емген кезде де сол сүттің сіңірілуі, организмге жақсы әсер беруі осы соған байланысты да болады. Себебі бала стрессті сезінбеген бала, ол өте жақсы осындай бос, еркін солай өседі. Емшекті каждый раз просто қайнаған сумен, мақтамен жайлап сүртіп өтсеңіз болады. Сосын бірінші емізетін кезде жаңағы емшектің ішін қысып, ең бірінші капляны желательно далаға шығарып жүрген дұрыс. Баланы аузына бармай. Ол жаңағы бірінші шығып жатқан кезде жолдардың барлығын, микробтардың барлығын алып шығады өзімен бірге. Емізген кезде желательно екі жақты да емізу керек. Яғни оң жақты бірінші бересіз, толықтай еміп алғаннан кейін келесі беретін кезде сол жақты бересіз. Сол жақты толықтай еміп алғаннан кейін оң жақты бересіз. Бұнда оң жақ маған ыңғайлы дейді. Сөйтеді да оң жағымен ғана емізеді. Енді сол жағымен де емізу керек қой, ол болмайды. Саған жаңағы сүтің оң жағыңда көп болып, сол жағыңда аз болып қалады, во-первых. Сосын еміп, уже оң жағының емшегі салбыраған, түрі өзгерген болады, ал сол жағынікі ешқандай да өзгермеген болады. Яғни бұл жерде дұрыс емес. Сізде уже екі емшегіңіз екі түрлі болып тұрады. Это, во-первых, некрасиво, яғни вообще әдемі емес. Екіншіден, ол ертең қазір сіз емізіп жүргенде солай болып тұрғанымен, ертең емізіп болғаннан кейін ол қайта қалпына келеді, ол өзінің орнына келеді. Сол кезде екеуі вообще екі түрлі болып тұратын болады. Ол енді сізге ары қарай эстетикалық жағынан, әдемілік жағынан ол дұрыс емес жағдай деп ойлаймын. Сосын қосымша тамақтар, яғни олар 5-6 айдан кейін бастап басталынады. Сондықтан оған ешқандай алаңдаудың қажеті жоқ. Опять же, сместі тек қажет болған кезде ғана беруге болады. Мысалы, сіз бір жерге жұмысқа, бір нәрсеге баратын болсаңыз, сабаққа баратын болсаңыз, бір мезгіл ғана, тек бір бутылка ғана күніне берсеңіз, ол ешқандай да сіздің емшек сүтімен емізуіңізге әсерін тигізбеуі мүмкін. Бірақ, опять же, сіз қарау керексіз, қадағалау керексіз, жаңағы аллергиялық реакциялардың болмауынан. Просто емшек сүті ол арзан деп айтылады. Потому что сіз емшек сүті үшін лишний ақша құртпайсыз, тек қана өзіңіздің тамақтануыңыз дұрыс болса болды, ол емшек сүті шыға береді. Және қанша керек сонша шығады, қанша мөлшерде, қандай кезде бергіңіз келсе де, сол кезде де бутылкасын дайындап, жуып, қазір мен берем деген сияқты уақыт өткізіп жүрмейсіз. Аштыңыз, бердіңіз, болды. Ал смеске келетін болсақ, во-первых, ол қымбат. Яғни біріншіден қымбат. Потому что сіз егер смеске көшетін болсаңыз, ол 2-3 күнге бір коробка кетеді. Яғни бір коробкасының өзі 2,5 теңге, 3.000 теңге қазіргі бағамен санағанда. Сонда сіз 3 күнге 2,5-3 мыңға бір коробка ғана алып қоятын болсаңыз, сіз бір айға 10 коробка алу керексіз. Яғни 30 мың, 40 мың тек қана смеске кетеді, яғни тек қана тамаққа кетеді. Және ол бір рет үйренген бала, ол көбіне сол сместі ішіп қалады солай. Сосын өйткені сместі ішу оңай біріншіден. Балаға бутылкаға дайындап бересіз, бутылкамен тек бір сорса болды, ол ары қарай кете береді, өзі іше береді, қылқ деп, ешқандай жаңағы бір кедергісіз ішеді. Ал емшекті беретін болсаңыз, ол біріншіден сору керек оны, ұрты шашап қалуы мүмкін, демалысы шашап қалуы мүмкін, соның барлығы осындай қиындықтар алып келеді балаға. Ал бутылкамен ішкен оңай әрине. Сосын бірақ бутылканы сіз жуу керексіз, оны қайта-қайта қайнатып, тазалап отыру керексіз. Онсыз болмайды. Сосын каждый смесь беретін кезде сіз уже бір дайындалған сместі қайтадан бірнеше сағаттан кейін бере алмайсыз. Оны төгіп тастап, қайтадан новыйдан дайындап, суды қайнатып, сондай шаруалары бар.
Енді оның барлығы кейіннен жаңағыдай дәрігермен кеңесіп отырып жасалынатын жұмыстардың бірі болып табылады. Так, содан кейін ана мен баланың тамақтану рационы. Ана мен баланың тамақтану рационын алатын болсақ, баланың рационын жаңа айттым сізге. Тек қана 6 айға дейін ана сүтімен емізгеніңіз дұрыс болады. Ал анасына келетін болсақ, анасында толыққанды рацион болу керек. Яғни көп адамдар жаңағы таныс, көрші, құрбы, құрдас барлығының сөздерінен естіп алады, тыңдап алады, диетаға отыру керек екен дейді босанғаннан кейін. Ол диетаны еще кәдімгідей шектеп қояды. Босануға дейін жүкті кезінде жеген тағамдарының барлығын өзгертіп, жүктілік босанғаннан кейінгі кезеңде тек қана диетический тағамға көшеді. Ол негізі бір жағынан қарағанда дұрыс емес, себебі организм үйренбеген. Организм ол тамаққа үйрену үшін оған дейін бірнеше уақыт өтеді. Яғни ол кездің ішінде сізде уже запор болуы мүмкін, ешқашан болмаған, немесе жаңағыдай ішектердің күйзелісі әртүрлі болуы мүмкін. Яғни бұл жерде сіз өзіңізді шектен тыс шектеу емес, просто кеңес ретінде пайдалану керексіз. Кеңес дегеніміз бұл жаңағыдай қуырылған ащы, майлы сондай тағамдарды жемеуге тырысу, иә? Жаңағы сұйық сорпа, майсыз ет, балық, сүт өнімдерін жаңағыдай термообработка дейді, яғни қайнатқаннан кейін, сондайдан кейін ішкендеріңіз дұрыс. Негізі желательно жаңағыдай желательно бұл жерде рацион әртүрлі болу керек. Яғни көкөністер де болу керек ішінде, сонымен қатар бұршақтар болуы, кашалар болуы, әртүрлі сорпалардың болуы, тауық етінен, сиыр етінен деген сияқты әртүрлі болуы керек. Бұл жерде толыққанды және барынша табиғи тамақтануға тырысу керек. Бірақ сонымен қатар сіздер енді жаңағы барлығын жей беруге болады екен деп артық кетудің де қажеті жоқ. Жаңағы өте майлы қуырылған тағамдар, өте ащы, дәмдеуіштер, өте сондайларды қолданбаған дұрыс. Сосын кейбір кезде айтады, сарымсақпен, чеснокпен жуа сүттің дәмін өзгертеді деп. Ол енді дәмін өзгертеді деген жаңағы сонымен қатар асқазанды ауыртуы да мүмкін. Оны да жеген кезде сіз байқап баланың жағдайы, өзіңіздің жағдайы. Содан кейін емізетін ананың жаңағыдай тағамдарында талшықтардың дейді, яғни клетчаткалардың жеткілікті болуы керек. Себебі жаңа айтқандай ішектердің қайта қалпына келу процестері болып жатады, орнына түсу. Сол кезде запорлар көп болады, яғни соны болмас үшін. Яғни бұл жерде әртүрлі мәселелер туындаған кезде дәрігермен ақылдаса отырып, қандай дәрі-дәрмектерді алуға болады, қосымша ішуге болады деген сияқты, соның барлығын қарау керексіз. Егер дәрілер көмектеспейтін болған жағдайда ғана клизма жасауға, егер көрсеткіштер болса, сол кезде де жасауға болады. Содан кейін жаңағы сұйықтықтарды жеткілікті мөлшерде ішу керек. Яғни бұл босанғаннан кейін перзентханадан үйге шыққан кездің өзінде де кейбір аналар өте қатты терлеймін және сұйықтықты көп ішемін, ол дұрыс па, дұрыс емес па, білмеймін даже деп солай өздерін бір кінәлі сезініп отырады. Сондай болмас үшін мен сіздерге қазірден бастап айтамын, сұйықтықты көп ішкен жақсы. Ол сіздегі организміңіздегі болып жатқан процестердің барлығына оң әсерін тигізеді. Яғни сіз таза қайнаған жаңағы жылы суды іше бергеннен сізге ешқандай зиян тимейді. Главное, сіз өзіңіздің жағдайыңызды жақсы сезінсеңіз, ол жерде тұрған ешнәрсе жоқ. Яғни бұл жерде әртүрлі өзгерістер болады. Яғни жаңағыдай босанудан кейінгі күндері сол кезде жаңағы іш қатудың да алдын алу үшін осы сұйықтықтардың көп мөлшерде болғандығы жақсы пайдасын тигізеді. Сұйықтықтар дегеніміз ол жылы су, жылы шай, жаңағыдай, сонымен қатар компоттарды ішсеңіз болады. Таза табиғи компотты ішуге болады. Яғни бұл жерде сіз бірақ бірінші компот ішерден бастап аз мөлшерде бастау керексіз және көру керексіз баланың жағдайы қалай, сізге жағдайыңызға қалай әсер етіп жатқандығы.
Одан кейін уже жаңағы басқа да, например, сусындарды, сұйықтықтарды ішетін болсаңыз, опять же, аз мөлшерден, кейін уже үйренді ау деген кезде, баланың жағдайы және ананың жағдайы қалыпты деген кезде барып ары қарай іше берсеңіз болады. Жаңа айтқандай, аллергиялар болса, осы жаңағы қарау керек, яғни аллергиялардың қалай, қандай заттардан болып жатқандығы туралы, соның барлығын қарау керексіз. Және қуырылған консерва және қақталған немесе жартылай дайын өнімдерді пайдаланудан сәл шектелу керек. Сосын сол қойылтылған сүт, шоколад, балқытылған ірімшік, газдалған сусындар, қызыл жидектер, цитрустар, ащы дәмдеуіштерді осы аллергендер болып табылатындықтан оларды азайтқан дұрыс, немесе вообще пайдаланбаған дұрыс. Сосын егер бір жаңағыдай жаңа тағамды қосқыңыз келсе рационға, оны сразу көп мөлшерде жемеген дұрыс. Бір штуктан немесе бір бөлігін, бір кесіндісін солай бастайсыз. Яғни еще жегеннен кейін өзіңіздің жағдайыңызды қадағалайсыз. Сізге қалай әсер етіп жатыр? Сосын баланы емізгеннен кейін балаға қандай әсер етіп жатыр? Оның диатезі шығып кеткен жоқ па? Диатез деген ол тек қана жаңағы өте күрделі аллергия емес, тек қана қызарудың өзінде бастапқы сатылы диатез деп айтылады. Яғни ол беті қызаруы мүмкін, немесе денесінің бір бөлігі қызаруы мүмкін, сып сияқты тәрізді, жаңағыдай бөртпе сияқты әртүрлі қызару точкалар пайда болуы мүмкін. Соның барлығын сіз қадағалау керексіз. Главный рационыңыз алуан түрлі болу керек, яғни әр түрлі болу керек. Бір күні жаңағы сиыр етінен сорпа, екінші күні тауық етінен сорпа, үшінші күні тағы басқа, төртінші күні тағы ботқалар, әртүрлі күріштер, дәнді дақылдар, көкөністер толыққанды сіздің рационыңызда болу керек. Нан өнімдері, яғни ұн өнімдері, мучной дейді. Бұл енді сіздің жағдайыңызға қарай желінеді. Бірақ рационыңызда опять же ол болу керек. Іш қату процесі өте қатты күрделі болса, сәл азайтуға болады, немесе жаңағыдай сухарикімен, сондай басқа заттармен ауыстыруға болады. Бүгінше осы тақырыбымыз. Ертең қорытынды тақырып бұйырса, сіздерден чатта белсенді болғандарыңызды қалаймын, сіздердің қосымша сұрақ қойып, ұсыныстар жасағандарыңызды қалаймын. Сіздерден өтініп сұраймын, чатта активті болыңыздар, белсенді болыңыздар, немесе личкама өзіме жазсаңыздар да болады қосымша. Ертең қорытынды сабақ қандай тақырыпты сіздерге түсініксіз болды, немесе тағы қосымша қандай ақпараттар керек сізге жеткілікті, соның барлығы туралы маған хабарласаңыздар, мен өте риза боламын. Назарларыңызды аударып мен тыңдағандарыңызға көп рахмет сіздерге. Барлығыңызға сәттілік.